Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын және дүкендікінен әлде қайда дәмдірек болып шығатын булочкидің рецебімен бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 300 грамм жылы сүтімізді құйып, 7 грамм дрожжымызды саламыз және де 100 грамм қантымызды салып, 40 грамм сұйық майымызды құйып, үстінен шым-шым тұз салып жібереміз. Және де бір жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап, қанты ерігенше араластырып шығамыз. Міне осымен біздің булочкиіміздің сұйықтығы дайын. Бұл булочки өте дәмді, сәтті рецепттердің бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендігі кезекте бізге 600 грамм ұн қажет болады. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, електен өткізе отырып саламыз. Барлығын бірден салып жіберместен електен өткізіп, осылай бөліктерге бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдағы уақытта каналымнан шығып отыратын сәтті, дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Енді осы қамырымызды илеп болған соң, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды осылай қамырымызды илеп болған соң, соңына қарай жағып, осылай қамырымызға сіңгенше жақсылап қамырымызды илеп шығамыз. Сары майды міндетті түрде осылай соңына қарай қосыңыздар. Сол кезде булочкидің қамыры өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Сары майымызды қамырымызға сіңгенше осылай жақсылап араластырып илеп аламыз. Біздің қамырымызда ешқандай түйіршіктер болмауы тиіс. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай өте жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Енді қамырымыздың бетін жауып 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр жақсы көтерілу үшін міндетті түрде сапалы, мерзімі өтіп кетпеген ашытқы қолданыңыздар. Міне шамамен 1,5-2 сағаттың ішінде қамырымыз көтеріліп дайын. Енді осы қамырымызды алып, қолымызбен басып, созып, яғни колбаска жасап аламыз, осылай сопақша етіп. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөліп, өздеріңіздің қалауларыңызша бөліктердің үлкен кішілігін жасасаңыздар болады. Менің қамырымның бөліктері шамамен 85-90 граммдай шығады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай қолымызбен осылай шар тәріздес қылып, булочкиларымыздың қамырын бөліктерге бөліп, осылай шар қылып жасап аламыз. Қамырымызды осылай дөңгелектеп дайындап болған соң, ең бірінші жасалған дөңгелегімізден бастап осылай жайып шығамыз. Жайып, үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жағып, мак сеуіп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың ортасын осылай қайырып, осылай шет-шетінен басып, ортасынан кішкене ғана кесіп, осылай бантик формасындағы булочки жасаймыз. Ортасындағы қамырды астына қарай қайырып қоя саламыз. Келесі булочкиімізді да осылай жайып болған соң, үстіне сары майымызды жағып, мен кішкене ғана қант септім және күнжіт сеуіп, осылай жүрек формасындағы булочки жасаймын. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап, өте ерекше формадағы булочкилерді жасап, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Дайын болған булочкиларымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, 15-20 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. Одан соң бір ас қасық сүтімізге бір жұмыртқаның сарысын араластырып, осылай барлығын жақсылап араластырып, булочкиларымыздың бетіне бір тегіс етіп, барлығын бір тегіс қылып жағып шығамыз. Міне осымен дайын болған булочкиларымызды міндетті түрде қызып тұрған пеште 190-200 градуста шамамен 35-40 минутта пісіріп аламыз. Егер де осы видеом ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыз және лайк басып қолдау көрсете кетіңіз. Міне осымен алтындай түсті өте дәмді булочкиіміз дайын. Бір жасағаннан шығатын сенімді, сәтті рецепттердің бірі.